Елордада 7-ші Қазэнерджи Еуразиялық форумы жалғасуда. Бүгін Астанада тұңғыш рет дүниежүзілік мұнай қорының отырысы өткізілді. Форум аясында нақтыланған жоспар және өзге де шаралар жөнінде толығырақ тілші бейнематериалында. Форумға қатысып жатқан шетелдік сарапшы мамандар энергетика саласының даму болашағын, сондай-ақ алдағы уақытқа негізделген маңызды жоспарлар мен ұтымды тұжырымдарды ортаға салуда. Қазэнерджи ассоциациясының бас директоры Жанболат Сәрсеновтің сөзінше, таяу шығыстағы оқиғалар мен Еуропадағы қаржы дағдарысы да энергетика саласына айтарлықтай ықпал етуде. Сондықтан кезекті Қазэнерджи форумы бүкіл әлемде тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастырмақ. Отчеттардың бәрі сәйкес келіп, келесі жылы Құдай қаласа біз уже валидациядан өтуіміз керек. Валидация деген онда біздің отчеттарымызды мақұлдап, біз Қазақстанның экономика жағынан қаржы түсумен қаржы жұмсалғаны бірдей деп тегін бірдей сәйкес деген соған келтіруіміз керек та, ол енді үлкен жеткісілік біздің. Сондай-ақ аталған форумда бірқатар мәселелер мен алдағы уақыттағы жоспарлар нақтыланды. Атап айтсақ, 2013 жылы Солтүстік Каспий жобасын іске қосу жоспарлануда. Бүгінде табиғи газды өндірудің көлемі артып жатқандықтан, Қарашығанақта жылына 5 миллиард текше метр газды өңдейтін зауыт салынатын болады. Ал Қазақстанның мұнай газ зауыттарын жаңғырту жұмысы 2015 жылға дейін кезең-кезеңмен жүргізілмек. Энергия саласында мұнай жағында көп өзгерістер болып жатыр. Содан біз қалып қалмау үшін қандай жасалыну керек, проекті орындалу керек. Соған қарай біз дүние жүзінің эксперттерін, специалистерін аса біздің регионымызға, Каспий регионына сәйкес проблемаларды талқылауға жыл сайын жиналуға тілек білдірдік. Аталған форум аясында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы 2012-2022 жылдарға арналған ұзақ мерзімді стратегияны әзірледі. Мұндағы мақсат әлемнің ең ірі 30 мұнайгаз компаниясының қатарына ену. 7-ші рет ұйымдастырылып отырған бұл форум халықаралық қауымдастық тарапынан елеулі қолдау тапты. Гүлжан Серік, Ербол Темірханов, СТВ телеарнасы.